Америкаға барады бір қазақтар. Сол Америкада автобуспен қыдырып, Америкада кетіп баратқанда бір заправканың жанына тоқтап, кафеден темекі шегіп, напиток ішіп тұрса, бір коневодсканың ішінде ат тұрады. Жаңағылар тұрса, ат тепкілеп, кісінеп, сонан қазақтар жанына келіп, жаңағы атты жанына келіп не алса, ат соларды иіскеп, көзіне жас алады ат. Жаңағы аттың хозяйыны фермер шығып келетті. Не болды бұл, менің атым, не аласыңдар деген, да вот. Жаңағылар қайтып кетсе, сонан ол шақырады. Олар келіп, ат сипаса, ат успокаиваться етеді. Сонан кейін, сендер қаяқтан келдіңдер, анау-мынау деп, жаңағы фермермен сөйлескенде, олар айтады, мы с Казахстана дегенде, лошадь тоже с Казахстана деп блокнотын алып, блокнотынан оқып, это Луговской конный завод, линия абсента деп жаңағы аттың атын айтады. Сонда жаңағы айтайын дегенім, қазақтардың қазақша сөйлегенін түсініп, ат сағынып, соларды иіскеп көзіне жас алады. Сол кейін 7-8-10 жасында сол ат қазақтардың сөзін танып, даусын естіп, кісінеп шақырып алып атыр ғой сонда. Міне ат деген қандай.